Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Сіздермен бүгін ерке сылқым күйін үйренетін боламыз. Ол күйді бастамас бұрын назамасканы не үшін ұстап отырмын? Егерде домбыраларыңызда мына жақта бізде үстінен қарайтын нүктелер бар ғой, негізгі екінші перне, 5-ші, 7-ші, 10, 12, 14 және 17. Осыларда бізде нүкте берілген ақ нүктелері. Кейбір домбыраның мына жағында болады, кейбір домбыраның мына жағында болады. Кейбіреуінде екеуінде де болады, кейбіреуінде мүлде болмайды. Сол үшін сіздерге түсінікті болу үшін қазір мен осыларды бірінші бояп алам. Сіздерден үлкен өтініш, менің YouTube каналым жаңадан ашылғаннан кейін маған қолдауларыңыз ауадай қажет. Лайк басып, лүпілдетіп, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Ал осылай негізгі домбырадағы шатаспау үшін 2-ші, 5-ші, 7-ші, 10, 12, 14, 17-ші пернелерді замаскамен немесе лакпен, домбыраңыз қара болса ақпен, домбыраңыз ақтау болса қарамен деген сияқты өзіңіз ыңғайыңызға қарай осылай белгілеп аласыз. Тағы да айта кететін жайт, мына домбыраның құлағы сіздің домбыраның құлағына тура келмеуі мүмкін. Сондықтан осыны мысалға қазір менің домбыраның астыңғы шегін тура осы дыбысты естіп отырып, осы дыбысқа өзіңіздің домбыраның астыңғы шегін келтіріп алыңыз. Одан кейін жақсылап естіп отырып, дәл осы дыбысқа келтіру керек. Одан кейін үстіңгі шекті ақырын шертіп отырасыз да, үстіңгі шекті келтіріп аласыз. Одан кейін қос шекті шалып, келген-келмеген қалай білеміз? Бармақты аламыз да 5-ші пернеге қойып тартып көреміз. Осылай тартқан кезде екеуі бірдей шығу керек. Бір дыбыс. Енді мына жақтан тартып көрсек, кішкене басқаша дыбыс шығып жатыр. 5-тен басқан кезде құлағы тура болған білгіңіз келсе, осылай анықтап аласыз. Ерке сылқым күйін бастамас бұрын сіздерге Pano Tuner деген бағдарламаны тартып алуға кеңес берем. Мінекей екінші тұрған Pano Tuner Lite деген. Осыны ашасыздар. Сосын қазіргі менің үйретіп жатқан ерке сылқымның күйінің бұрауы. Тура сол бұрауы. Мінекей F1. Таза F әрпінің өзі емес. F-дан кейінгі сызықта, яғни 1-де тұр. F1. Осыған келтіресіздер астыңғы шекті. Ал үстіңгі шекті C1. C деген әріп. Асты фа, үсті до. Фа, до. Дәл осыған келтіріп, одан кейін ерке сылқым кейін қазір бастаймыз. Ерке сылқымның бірнеше түрі бар, бірнеше нұсқасы бар ойналатын. Кейбіреу басын былай бастайды, бір шекте. Бұл домбыраны жаңадан үйреніп келе жатқан оқушыларға, жаңадан келіп жатқан адамдарға қиындау болады. Сондықтан кейбіреу мысалы мен былай үйретемін. Осылай қос шекте. Сосын ерке сылқымда кездесетін негізгі 3 қағыс. Біріншісі осылай 5 түрлі. Көрдіңіздер ме? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Жаттығып алыңыздар. Осыны дәл қазір домбыраны ұстап отырып жасаңыздар. 1, 2, 3, 4, 5. Енді ерке сылқымның екінші қағысын көрсетейін сіздерге. Жаңа көрсеткен бірінші қағыс 5 түрлі болады. Міне 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ал екінші қағысы енді кішкене бірінші қағысы үзіліспен тұрамыз да, екі қағысын жоғары қарай қағамыз. 1, 2, міне қараңыздар. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Бұлай емес та? Емес. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Келесі кезек үшінші қағысы. Бастап былай айтып кеттім ғой, ерке сылқымда 3 түрлі қағыс бар. Соның үшінші қағысы бізде енді 2 төмен 2 жоғары. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Қағыстарды тағы да қайттан қайталап кетейік. Міне, бірінші қағыс. Менімен бірге жасаңыз. Кеттік ал. И. Дайындалыңыз. И. 1, 2, 3, 4, 5. Асықпаңыз. 1, 2, 3, 4, 5.
Бастапқы кезде кішкене шықпауы мүмкін, дыбыстарыңыз нашар болуы мүмкін. Солай адам қателікпен дұрыс нәтижеге қол жеткізуге болады. Ешқандай саңыз сынбасын. Керісінше осылай талпынып үйреніп жатқаныңызға көп рахмет. Ал енді екінші қағысы. Кет қайталаймыз ал. Дайынсыз ба? И, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ал енді үшінші қағысы 2 төмен, 2 жоғары. Кеттік ал. 2 төмен аламыз, 2 жоғары аламыз. И, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ал енді еркесілігім күйін бастаймыз. Кеттік ал. Негізі былай тартылады. Мен кішкене бас жағын орындап берейін сіздерге. Енді бағана айтып кеткендей, бастапқы еркесілігімнің басы бірінші қағыспен басталады. 5 қағыс істедік қой былай. 1, 2, 3, 4, 5. Тура осылай басталады басша, қараңыздар. Сіздерге оңай болу үшін мынау сұқ саусақпен бармақты пайдалана беріңіздер. Бұлай екіншімен, үшіншімен, төртпен алудың қажеті жоқ. Тура осы 2 саусақты пайдалана береміз, кеттік ал. И жабамыз. Бірінші ашық 3 қағыс. Енді бармақ 8-ге, бірінші саусақ 7-ге. Ары қарай 7 және 5. Ары қарай тура сол қағыс қайталанып отыр ашық қағыстар. Енді 10 және 8. Қайттан 7-8-ге ораламыз. И қайттан 7-5. Және де қайтадан 7-8. Енді 5-тен. Байқадыңыздар ма, қағыс өзгерді. Бағана айтып кеткен екінші қағыс 1 төмен 2 жоғары. 5-ші пернеден. Енді үшінші қағыс кетіп отыр бізде 2 төмен 2 жоғары. Міне 5-ті басасыздар да 1 қағыс жасайсыздар, одан кейін 7-ге түсеміз. 4-ші созақпен. Бұлай емес. Кейбіреулер бұлай түсе салады міне. Бұлай емес. 7-ге 4-ші созақ. 2 жоғары. И бірінші қағыс. Енді үшінші пернеге. Қайттан қайталаймыз жаңа жерді. И 5-ші перне. 2-ші саусақпен. 1, 2. Асықпай. Қайттан 5-7. И 3. 2-ші перне. Бағана 3 қағыс ауысып кеп отыр. Міне. Я, си, 2, 3, 5, 7, 3. 5, 7. Екінші перне. 4-ші созақ 5-ге, 3-ге, и 1-ге, 2-ші пернеге 1-ші созақ. И 5-ге кетеміз бармақпен. Тамаша, құттықтаймын. Сіз қазір бірінші бөлімді аяқтадыңыз. Егерде менімен ілеспей тартсаңыз, қайтадан асықпай, басынан бастап, ақырын бастаңыз.
келесі әуен екінші бөлім, яғни бізде 7 және 8-ден басталады. Бармақты 8-ге қоямыз, бірінші саусақты 7-ге қоямыз. И 3 қағыс айналып келе береді бізде. Мұқият қарап отырсаңыздар. Ерке сылқымда шатасатын нәрсе қағыстар. Содан кейін мынандай жерінде орта жағында бар тағы шатасатын жерлер. Олардың бәрін көрсететін боламын алдағы уақытта. Қараңыздар мына 7, 8, 10-ға. Қайттан бастаймыз. 7-8-ден 10-ға. И 7-ден 10-ға барамыз сразу. 7, 8. Е? 7, 8. Міне. 7, 8. 10-ға ауысып кетеміз сразу. И 12. Сегізден асықпаймыз. 8-ден қайта 12-ге. Қайттан бағана бірінші бастаған жерімізге қайттан қайттық. 7, 8, 7, 5-тен и 3, 2. Екіден қайттан бастаймыз. Асықпай. Тамаша, осылай ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес талаға деп ерке сылқым күйінің екінші бөлімінде аяқтадық. Ал енді ары қарай үшінші бөлімді жалғастырамыз. Үшінші бөлімі бізде 12-ден басталады. 12-ден басталады. Сіз түгел күйдің барлығын қазір жаттап алыңыз деген ешқандай талап жоқ. Күйдің қаласаңыз бірінші бөлімін ақырындап видео келген жерге шейін, сол жерге шейін қайталап қайта көре беріңіз, содан кейін жаттап аласыз. Екінші бөлімін тағы да тура солай, үшінші бөлімін тағы да тура солай бөліп жаттағаныңыз дұрыс. Енді үшінші бөлімнен бастаймыз. Бұл жерде бізде 2 төмен 2 жоғарыдан басталады да, 1 төмен 2 жоғары қағысқа бітеді, қараңыздар. 11, 12, 14 и 12. Ары қарай 14, 15, 2 төмен 2 жоғары и 15-ке 2 рет 5 қағыс бағана біріншісі. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, енді үшінші саусақ 14-ке. Дәл осылай. Бұл жерде енді ауысып атырып қараңыздар. 14, 15, 2 жоғары, қайттан 2 төмен, 15-ке, енді 4-ші саусақпен жоғары 14-ке и 12-ке жоғары. И 11-ге қайтадан 11, 12, 14, 11, 12. Енді барлықтарыңыздың ұнататын жеріңіз деп ойлаймын. Маған өзі қатты ұнайтын жері. 10-ші пернеден бармақпен түсеміз, қараңыздар. Ашық қағыс и бармақ. Төмен, енді 4-ші саусақпен 12-ші перненің үстінен аламыз. Астынан емес, үстінен, қараңыздар. Төмен, и 8-ге 2 жоғары.
төмен, 8-ге, төмен. Осылай 3 рет қайталаймыз. Кейін 8-ге, 10, 7-ге 2 қағыз. Қайталап жатырмыз. Жетіден бестен үстің шектен болады екінші қағыстары. Қараңыздар, екінші перне үстің шектен басылып отыр бәрінде. Енді 5-ге келдік. И 3. Осылай 3 рет қайталаймыз. Болды, осымен 3-ші бөлімді, 2-ші бөлімді, 1-ші бөлімді толық бір видеоға сыйдырдық. Ары қарай күрделі жері басталады мына жері. Бұл жерін Құдай қаласа келесі видеода көресіздер.